Треугольник дегеніміз не? Жалпы треугольник дегеніміз ол P2P арбитраждағы алаяқтық схеманың бір түрі. Қазір мен сіздерге бұл қалай іске асып жатыр және де бұның аяқ жағы неге алып бару мүмкін, соны түсіндіретін боламын. Ең бірінші жалпы бүкіл процесс қалай басталады, неден басталады? Ең бастысы бұл мына мошенниктен басталады. Ең бірінші бұл мошенник бір деп белгілейді. Яғни бұл мошенник не істейді? Бұл мошенник өзіне жертва іздейді. Жертва дегеніміз қалай? Яғни өзіне алдайтын адам іздейді. Ол одан табу үшін не істейді? Ең бірінші ол әртүрлі жолдарды пайдалану мүмкін. Біріншісі бұл OLX-қа, мысалы, мен телефонды сатамын деген сияқты, машина сатамын деген сияқты басқа да жерлерге объявление шығарады. Және де ол алдын ала клиенттен келісіп, арзан бағаға ұсынып, егер де қазір алатын болсаң, предоплата қалдыр деп оны көндіру мүмкін. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы бұл мен сенің ақшаңды мысалы 10-20 есеге көбейтіп беремін, сондай сияқты жолдарды айтып көндіреді. Әрине басында бұл жертва ол нәрсеге сенбейді, оны мысалы көнбеуі мүмкін, бірақ ол адам айтады: давайте, егер сенбей тұрсаң, мен саған өзімнің реквизитімді жіберем, банк счетымды жіберем, соған ақша аударасың. Егер ертең мысалы мен сені лақтырып кетіп бір жағдай болғанның өзінде, сен заявление жазу арқылы мысалы мені тауып алсаң болады деп айтады. Яғни жертва ол адамға алданады. Осы сәтте яғни жертва келесі үшінші адам іске қосылады. Яғни бұл үшінші, мысалы бұл сіз болуыңыз мүмкін. Үшінші адам бұл бізде P2P платформада отырған адам. Мысалы жертва тапқаннан кейін бұл өзінің шотына оплатаны қабылдай алмайды ғой. Өйткені егер қабылдайтын болса, оны мысалы лақтырған кезде ол заявление жазуы мүмкін. Сол кезде ұсталып қалады. Сондықтан да бұл не істейді? Бұл P2P платформаның ішінен ордер ашады. Мысалы сіз Binance'тан мен өзімнің USDT-мді сатамын деп объявление шығарасыз. Және де мошенник сізге ордер ашады. Мысалы 300 мың теңге деп. 300 мың теңге деп ордер ашады. Және де сіз ордер ашқаннан кейін ол сізге реквизит жібереді. Реквизит, бірақ ол өзінікін жібермейді. Ол реквизит ретінде мына адамның реквизитін жібереді. Мына адамның, сіздің реквизитін жібереді. Маған сіздің реквизитін жібереді. Яғни сізге оплата кеп түсу керек болады. Сол кезде сізге мысалы реквизит, мына адамның реквизиті, мына адам реквизитін алады да сіздің реквизитін жібереді. Мошенник мына адамға сіздің реквизитін жібереді. Яғни ортасында ордер ашылды ғой. Яғни сіз USDT сатамыз дедіңіз, мошенник сізбен ордер ашады, бірақ сізге мысалы оплата басқа жақтан кеп түседі, үшінші адамнан кеп түседі. Яғни оплата кеп түскен көресіз, сізге ақша кеп түседі. Түскеннен кейін сіз USDT-ді мошенникқа жібересіз. Яғни бұл өзінің 300 мың теңгеге лайықты USDT-ні алады да кетеді. Сөйтеді да бұл адам жоқ болып кетеді. Одан кейін 3-4 сағат өтеді, немесе бір күн өткеннен кейін жертва өзінің алданғанын түсінеді. Өйткені уәде еткен ақшасы жоқ, ақшасын көбейтіп берем деді, немесе алкеп берем деген тауар жоқ, блокқа тығып тастаған, таппайды. Одан кейін жертва не істейді? Жертваның қолында реквизит бар. Яғни ол оплата жасаған, чек бәрі бар. Бұл тұрады сізді іздеп табады. Ең бірінші ол банкке барады. Яғни айтады: мені адамдар алдап кетті, мен мына адамға ақша аударғанмын, мошенниктар деген сияқты болады. Яғни одан кейін банк сіздің шотыңызды көрсеткеннен кейін сізге хабарласады. Яғни сіз осындай іс-әрекеттермен айналысып жатыр екенсіз, адамдар лақтырған екенсіз, міне дәлел бар деген сияқты нәрсе жасайды. Енді жалпы бұл жерде не шықты? Ең бірінші, мошенник екі адамды алдап кетеді, ол өзінің USDT-ін алады да лақтырып кетеді. Екі ортада мына жертва ақшасы қалады. Бірақ ол ақша сізге кетті, сізде ақша бар, бірақ сіз таза емес ақшаны аласыз. Енді бұның аяғы неге алып бару мүмкін? Бұның аяғы сізді, мысалы, банк ақшаңызды алып қоймайды, ештеңе жасамайды, ақшаңызды қайтарып береді, бірақ сізді навсегда өзінің базасынан өшіреді. Яғни сіз навсегда бұл жерде бұл банкпен жұмыс жасай алмайсыз. Және де осындай мошенниктік схеманың арқасында сіз алда уақытта мысалы басқа да банктердің алдында репутацияңыз түсіп кетуі мүмкін. Енді бұл нәрсе болмас үшін не жасаймыз? Бұл нәрсе болмас үшін третье лицодан оплата қабылдамаймыз. Яғни, мысалы сізге ордер ашылды, мына адам келді. Оның аты мысалы Александр болсын, бірақ сізге оплата жасайтын адамның да реквизиттің де аты соған сәйкес келу керек. Яғни сізге оплата Александр болса, Александрдан келу керек. Ол Иваннан келмеу керек. Иваннан келетін болса, уже ол третье лицо. Третье лицомен келесе, аяқ жағы сіз екі ортада жертва боласыз, яғни мошенник алдап кетуі мүмкін. Яғни
міндетті түрде ордер келген кезде салыстырамыз, аты жөні сәйкес келеді ме. Егер де келмейтін болса, апелляцияға береміз. Ал жалпы бұндай нәрсе болмас үшін өзіңіздің условияны жазып қойыңыз. Мен третий лицодан жұмыс жасамаймын. Мүлдем мен өзім учениктарыма кеңес беремін, третий лицомен жұмыс жасауға болмайды. Бұл ең дұрыс шешім. Олай болса, келесі сабақта кездескенше.